мұң жайлады, көкіректі өзекті. Сіздер қайтқалы, уақыт қалай тез өтті. Аңсағанда өздеріңізді, әке ана, жан жүректен сағыныштың сыз өтті. Асқар тауымыз, ардақты әкеміз, аяулы анамыз. Күні кеше ғана жанымызға сая болып, аласармас алыбымыз болып жүрген едіңіздер. Жан әке, асыл ана, есейіп кетсек те сіздердің аялы алақандарыңызды, айтқан ақылдарыңыз бен шексіз мейірімдеріңізді сағындық. Уақыт шіркін зымырап жатса да, сіздерге деген құрметіміз сол күйінде. Ізгі ниетпен, зор сағынышпен сіздерді еске алып, шағын бейнефильм ұсынамыз. Иманқұл Досжанұлы, Ұлы Отан соғысының ардагері, Павлодар облысы, бұрынғы Качир, қазіргі Тереңкөл ауданы, Тереңкөл ауылының тұрғыны. 1924 жылы Кереку өңірі, бұрынғы Павлодар уезінің Песчан болысындағы Қызылту аталатын ауылда Досжан Сұханқұлұлы мен Мәкөн Тілеміс қызының шаңырағында дүниеге келді. Бұл отбасында 11 қыз, 2 ұл дүниеге келген екен. Алланың бергеніне шүкір, алғанына амал бар ма? 10 қызы бірдей сәби кездеріне шетінеп кетіп, аман есен өскендері қызы Айтжамал, ұлдары Иманқұл мен Иманбек болды. Иманқұл кішкентайынан өмірдің талай тауқыметін көріп өсті. Песчан ауылында 4 кластық білім алып, кейіннен Қашыр ауылындағы қазақ мектебінен 7 класты бітірді. Осыдан соң бірден еңбекке араласты. Дайындау мекемесінде халықтан ауыл шаруашылығы өнімдерін жинап, дайындау ісіне қатысты. Сөйтіп жүргенде атақты Совет-Герман соғысы басталды. Иманқұл соғыс басталған тұста небәрі 17 жаста еді. Көп өтпей 1942 жылдың жазында Қашыр аудандық әскери комиссариатының шақыруымен 18-ге енді толған жас жігіт майданға аттанды. Иманқұл Досжанов 31-ші артиллерия бригадасына бөлінеді. 1943 жылдың қақаған ақпан айындағы кескілескен шайқастардың бірінде қатардағы жауынгер Иманқұл Досжанов қатты жарақат алады. Жарасы ауыр болғандықтан Саратов қаласындағы госпитальға жіберіледі. Онда 2 ай емделген соң қайтадан майданға аттандырылады. Бұл жолы Иманқұл Беларусь майданындағы 166-шы артиллерия полкының құрамына түседі. Аталған полкте жау үстінен Катюша мен әңгір таяқ ойната отырып, Польша, Чехословакия, Румыния, Эстония елдерін неміс әскерінен азат етіп, ұлы жеңісті Берлиннен 25 шақырым жерде орналасқан Кенигсберг қаласында қарсы алады. 1945 жылдың сәуір айының басында мықты бекінген Кенигсберг қаласының іргесіне келіп жетті. Міне, осы Кенигсберг қаласын алғаннан кейін көп өтпей жеңіс күні келіп жетті. Иманқұл соғыс аяқталған соңда 2 жыл әскер қатарында болды. Тек 1947 жылы кеудесіне орден медальдарын жарқыратып, елге оралды. Олардың қатарында Ұлы Отан соғысы ордені, Германияны жеңгені үшін, Польшаны, Чехословакияны, Румынияны азат еткені үшін, Кенигсбергті алғаны үшін, және басқа да марапаттар бар. Келісімен еңбекке араласты. Аудандық қаржы бөлімі мен салық комитетінде автотранспорт кәсіпорнында қызмет етті. 1954 жылы Мүти Байғабылқызы мен шаңырақ көтерді. Ең тамаша сөз бұл өмірде әке деген, суыққа бір шалдырмай мәпелеген, өмірдің соқпағы мен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Жылдар өтті, әкеміздің дүниеден өткеніне, қоштасып бізден мәңгі кеткеніне, рухына бас иіп,
сағынышпен еске аламыз, амал бар ма тағдырдың еткеніне. Мүти Байғабылқызы 1931 жылы Павлодар облысы Качир ауданы Песчаный кеңшарының бірінші бөлімшесінде дүниеге келген. 12 жасынан бастап еңбекке араласып, сауыншы болып істеді. 21 жасында Иманқұлға тұрмысқа шығып, үлкен отбасының от анасына айналғаннан кейін де қоғамдық еңбектен қалмады. Аудандық дайындау мекемесінде жұмыс істеді. Ері соғыста, одан кейінде ауыр қызметте жүргенде, отбасындағы тірліктің үлкен қамы, зайыбы Мүти ананың мойнына артылғандығы айтпаса да түсінікті. Анамыз есімізге түссе, бойымызда ерекше бір аяушылық сезім кернеп кетеді. Ол кісінің біз үшін еткен еңбегін айтып тауыса алмаймын. Таң бозынан ерте тұрып тірлікке араласу, малға дейін жайғап, әкемнің мойнындағы ер адамның міндетін өз мойнына алу, ас суымызды қамдап, әрқайсымызды мектепке жіберу, келген кезімізде жадырап қарсы алу, киімдерімізді бүтіндеу, ауыл әйелдеріне тән күнделікті бейнетті тірлікке қынқ етпей өмір сүру, анамыздың әр күні ерлікке толы екендігін білдіретіндей. Ата-анамыз бізді еркелетіп еркін өсірді. Осының өзі олардың тарапынан үлкен жігер мен қайратты, сабырды қажет ететіндігін сол кезде қайдан білейік. Бойларындағы балаға деген үлкен махаббат, олардың көрген қиындықтарын жеңілдете түскен екен ғой. Анамыз бар болғанда 61 жыл өмір сүрді. Ол кісі әкемізден 9 жас кіші еді. Біздің бейнетімізді көріп, аман есен жеткізіп, енді қызығымызды көретін шақта қайтыс болып кетуі әлі күнге дейін жүрегімізді ауыртады, дейді балалары есіне алып. Анажан, шаңыраққа болдың пана, жамандық қылмаушы едің ешбір жанға, амал не, жоқсыз бүгін ортамызда, сағындық, ана сізді баршамызда. Жанана, ұл қызыңның тірегедің, тірі болсаң жарқылдап жүрер едің, болмасаң да бүгін біздің жанымызда, айтқан сөзің тәтті күлкін жадымызда. Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы, сағынышпен туғандары еске алады, өзіңізбен өткен күндер жадымызда мәңгіге сақталады. Ерлі зайыпты Иманқұл Досжанұлы мен Мүти Байғабылқызы өмірге 7 бала келіп, оларды аман есен ел қатарына жеткізді. Екеуі үшін өмірдің мәні мен мағынасы өз ұрпағын аман есен жеткізу болды. Осы мақсатта олардың әр күні ерлікпен өтті деп айтуға болады. Өздерінің ауырып сырқағандарына қарамай, мына өмірден талай тауқыметті тарта жүріп, балаларының бәрінің білім алуына жағдай жасады. Қарындарының тоқ, көйлектерінің көк болуы үшін жатпай тұрмай еңбек етті. Олардың осы арман тілектерін Алла тағала қабыл алғандай. Балаларының алды Мақсұт 1955 жылы дүниеге келді. 3 бала, 5 немере сүйіп, ұрпақ өрбітті. 2015 жылы 61 жасында дүниеден өтті. Қыздары Гүлнар өмір бойы ұстаздық қызметте болды. Қазір зейнет жасында. Жұбайы Ержан екеуі 3 бала сүйіп, 8 немере жиен ұрпақ жай қалыпты. Иманқұл мен Мүтидің шаңырағында өмірге келген екінші ұл Масғұт да зейнет жасына жеткенімен еңбектен қалмай келеді. Зайыбы Бибіғайым екеуі отбасылық бизнестерін дөңгелетіп отыр. Бұл шаңырақта 3 бала, 5 немере жиен өсіп жетілді. Масғұттан кейін туған Жанар мен оның жұбайы Мейрам қазіргі таңда зейнеткерлер. 2 бала өсіріп, 6 жиен немере тәрбиелеп жүр. Бұл
құтты шаңырақта жанардан кейін өмір есігін ашқан Ақмаржанның өзі биыл зейнетке шығып үлгерді. Ол еліміздің қазынашылық саласында табысты қызмет істеді. Зейнеткерлікке үлкен құрметпен шығып, Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қазынашылық комитетіне 30 жыл деген медальмен марапатталды. Ақмаржаннан кейінгі Мұхамедқали жұбайы Айнаш екеуі 2 қыз өсіріп, 4 немере сүйіп отыр. Астана қаласында бизнес саласында еңбек етеді. Мұхамедқалидан кейінгі Бақи жұбайы Жанат екеуі 2 ұлды өмірге келіп, аман есен жеткізді. Иманқұл мен Мүти құрған қасиетті шаңырақ осылайша өніп өсу үстінде. Әрбір әулеттің өзіне тән ішкі сырлары мен тәртібі бар ғой. Тәрбие тал бесіктен деп атам қазақ бекер айтқан ба. Арғысы Досжан мен Мәкөннен, бергісі Иманқұл мен Мүтиден ұрпақтардың адамға деген адалдығына куә болып келеміз. Иманқұл мен Мүтиден ұрпақтарының үйдегі береке бірлігі, сыйластығы, балалары мен немерелеріне деген мейірімі, достарына, ағайын туыстарына деген адалдықтары ауыз толтырып айтарлықтай. Осындай тамыры берік, бәйтерек жандардың саясында өсіп, жақсы тәрбие алған, бойларына адамгершілік қасиетін сіңірген бүгінгі ұрпақтарының амандығына тілекшіміз. Өнегелі өмірімен, адамдық үлгісімен із қалдырған ардақты да аяулы ата-анамыздың жарқын бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады. Өздеріңізге деген қимастық қалай ғана басылсын, Алладан болып шапағат, пейіштің төрі ашылсын. Шынайы естелікпен балалары, немерелері, жиендері.